Қазақстандық әскерилер қазақ хандары мен батырларының киімдерін киіп ерекше театрландырылған қойылым көрсетті. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығының Жамбыл облысында орналасқан гвардейский гарнизондағы мерзімдік әскери борышын өтеп жүрген сарбаздар ұлыстың ұлы күні Наурызды осылай ерекше атап өтті. Әскери қызметшілер Керей мен Жәнібек, Абылай және Тәуке хандар, сондай-ақ Қарасай, Бөгенбай мен Қабанбай батырлардың рөлін сомдады. Ал өздерінің образдарына толықтай ену үшін алматылық театрлардың бірінен шапан мен сауытты алған. Мен осындай үлкен концертте хан болып ойнап жатырмын. Мінекей мен достарыммен бірге, мысалға Шамишев деген досым Керей ханды ойнап жатыр. Мен осының арқасында көптеген хандарды біліп, өзімнің тарихымды үлкен үлестермен біліп қалдым. Интересно побыть в такой Біздің күнделікті киіп жүрген формаларымызды емес, бұрынғы ата-бабаларымыздың киген киімді киіп көру расымен керемет. Ерекше әсер сыйлады. Олардың қалай жүргенінің өзі қызық. Айнаға қарап өзімді басқа адамдай сезіндім. Айта кетер жайт, театрландырған қойылымға наурызнама 10 күндігінің барлық 10 күндегі шаралар кіргізілді. Әскери борышын өтеушілер қазақ халқының түрлі салт дәстүр мен жоралғыларын көрсетіп, ұлттық киімдерді де жеке көрсетті.